Мен Зәуірбек Арслан Қанатұлы, Оңтүстік Қазақстан индустриялық инновациялық колледжінің бастапқы әскери дайындық пәнінің оқытушысымын. Бүгін еліміздің қорғаныс қабілетінің кемелденгенін білдіретін мереке. 1991 жылдың 25 қазанында еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жарлығымен Қазақ КСР-ның мемлекеттік қорғаныс комитеті құрылды. Бұдан кейін еліміздің қорғаныс мәселелерін толықтай шешу үшін Қорғаныс комитеті Қазақстан Республикасының қорғаныс министрлігі болып қайта құрылды. 1992 жылдың 7 мамырында Қазақстан аумағындағы орналасқан қарулы күштер мүліктерімен қоса толығымен республикамыздың қарамағына өтті. Ол кезде жоғарғы бас қолбасшы ретінде қарулы күштерімізді басқаруды елбасымыз өз қолына алды. Президенттен басқа қорғаныс істерімен шұғылданатын алғашқы қорғаныс министрі болып генерал-полковник Сағдат Нұрмағамбетов тағайындалды. Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің құрылған күніне байланысты 7 мамыр Отан қорғаушылар күні деп жарияланды. 7 мамыр отан, мемлекеттік мүдде, саяси қауіпсіздік пен дербестікті қорғайтын отан қорғаушылар күні. Бұл күн бейбіт елдің тыныштығын әуеде, құрлықта, теңізде қорғап, өз тағдырын ел тағдырымен байланыстырып жүрген әрбір әскери қызметші үшін ерекше күн. Елімізде болып жатқан төтенше жағдайлар кезінде де қарулы күштеріміздің атқарып жатқан қызметі орасан зор. Халқымызда ер елдің қорғаны деген аталы сөз бар. Біз осындай жандардың ержүрек істеріне сай сый құрмет көрсетіп отыр, сіздерден өнеге алып жатқан жас ұрпақ отанына адал қызмет етеді деген сенімдеміз. Құрметті отан қорғаушылар және еліміздің барша ер азаматтары, біз сіздерді мерейлі мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Біздің еліміздің бірлігі мен тұтастығын, тыныштығын қас қақпай күзетіп тұрған ұлттық әскерлерімізді мерекелерімен құттықтаймын. Құрметті ер азаматтар, сіздерді 7 мамыр Отан қорғаушылар күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Аға ұрпақ пен жас буынның отанымызды қорғап, дамуына үлес қосқаны үшін сіздерді мақтан тұтамыз. Мен қазақпын, ұланымын елімнің. Мен қазақпын, тірегімін жерімнің. Ұланымын туын көкке көтерер, болашағын алға бастап жетелер. Қиындығын қазағымның әрқашан, қайыспайтын қара нардай көтерер. 7 мамыр Отан қорғаушылар күні құтты болсын.